болса, Бәйбек ауданы Нұрсая Гүлжай балабақшасынан. Мен Күншуақ тобының тәрбиешісі Шынайы Сапаргүл Құдайбергенқызы. Тәрбиеленушім Мақтамина сержант. біз бүгін мынау тұрған сумен және де су бояқтармен кемпірқосақ жасау әдісін үйренеміз. Қосақты жасамас бұрын осында тұрған заттармен танысып алайық. Амина, мынау не зат? Су. Мынау? Шекер. Дұрыс айтасың. Мыналар? Краска, иә, су бояқ. Иә, су бояқ. Енді біз осы су бояқтармен кемпірқосақ жасау үшін бірінші біздің әдісіміз. Мынау қасықтарды алып, Амина, алдымызда тұрған шыныларға бір қасық қанттан салып шығамыз. Толтырып саламыз. Бұл біздің бірінші әдісіміз. Ал екінші әдісіміз, Амина, осы қасық арқылы мынау шынылардың әрқайсысына 3 қасықтан су құйып шығамыз. Араластырып шығамыз, араластырып шыға ғой. Енді осы сулардың түсін өзгерту үшін бізге не қажет? Су бояқтар, иә? Бұл су бояқтың түсі қандай? Жасыл. Араластыра ғой. Табиғат өзгерді, жапырақ сарғайып. Амина, бізде сулардың түсі өзгерді ме? Олай болса, суларды біз кемпірқосақ шығу үшін шетінен бөлек шыны таза ыдысқа құйып шығамыз. Табиғат өзгерді. Ал, Амина, енді біз суларымызды көрейікші. Неге ұқсап біздің суымыз? Біздің аспанда жаңбырдан кейін не шығады? Енді біздің суымыз кемпірқосаққа ұқсады ма? Біз міне су бояқ, су, шекер, қант арқылы әдіс жасап көрдік. Міне бізден шыққан су бояқтан шыққан нәтижесі кемпірқосақ.